Сәлем достар, видеомды көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз күнделікті өзіміз тұтынатын нанның пайдасы мен зияны жайында айтып өтетін боламын. Қызық болса, соңына дейін қараңыз. Барлығымыз білеміз, нан тезірек тойуға ұзақ уақыт тоқ жүруге көмектеседі. Сондықтан одан бас тартпау керек деп. Ал шындығында, егер артық салмағыңыз болса және оның ұлғайғанын қаламасаңыз, нанға шектеу қойған жөн. Нан айтарлықтай құнарлы тағам, бастысы оны жұмсақ сұрыпты ұннан жасайды. Өз кезінде ол жылдам глюкозаға айналады. Нанның гликемиялық индексі жоғары, сондықтан қандағы қант мөлшерінің артуына, артық салмақ қосуға және бауырда май жиналуына ықпал етеді. Демек, нан жеуге болмайды ма? Семіздіктен зардап шегетіндерге бас тартқан жөн, ал өзгелердің нанның негізгі тағамы толықтыру деп қабылдағанымен негізгі асқа қарағанда нанның құрамында калория және жеңіл көмірсулар көбірек екендігін естен шығармағаныңыз абзал. Әр нәрсенің белгілі бір мөлшері бар. Бір тілім нанның салдарынан калорияның тәуліктік нормадан аздап асуы мен айлар мен жылдардан кейін артық салмаққа алып келіп, екінші дәрежелі қант диабетіне шалдығуыңыз әбден мүмкін. Біздің ойымызша ақ нанға қарағанда қара нан пайдалы. Шындығында екі нанның құрамында көмірсулардың мөлшері мен құнарлығы бойынша бір-бірінен айырмашылығы аз. Қант диабетіне шалдыққан адамдар ақ нанның орнына қара түріне алмастыруға болады. Олардың арасында жалғыз айырмашылық қара нандағы көмірсулардың көзі қара бидай ұны. Ол қышқылдау, сондықтан асқазан сөлінің өңеші түсуіне зардап шегетіндер аурудың асқынуын тудыруы мүмкін. Біздің ойымызша нанның глютенсіз түрін жеген дұрыс, себебі глютен зиян. Шындығында глютенсіз нан бұл күріш немесе жүгері ұнынан жасалған нан. Жүгері ұнынан жасалған жұқа нан әлемдегі көптеген халықтардың асханасында ажырамас бір бөлшегі болып табылады. Олар өте дәмді, алайда медицина тұрғысынан қарағанда оның кәдімгідей ақ немесе қара наннан айырмашылығы жоқ. Бір ғана айырмашылығы олардың құрамындағы глютен. Яғни кей адамдардың ішектің қабынуы тудыратын ақуыз жоқ. Біздің ойымызша ашытқы қосылған нан газ түзілуі тудырады, сондықтан оны жемеген дұрыс. Шындығына келсек, кез келген нан газ түзілуі тудыра алады. Ішектегі бактериялар нанның құрамындағы жеңіл көмірсуларды, газ және сүт қышқылдарын жасайды. Алайда мұндай құбылыс барлық адамдарға бола бермейді, тек аш ішектегі бактериялардың көбеюі синдромы кезінде ғана кездеседі. Өз кезегінде ол қант диабеті, семіздік және құрамындағы көмірсулар көп тағамдарды шектен тыс мөлшерден жеумен қатар жүреді. Бұл процеске ашытқының қатысы жоқ. Сонымен қатар ол қамырдың ашытқаны мен пісіру кезінде жойылып кетеді. Ал ашытқысыз нандардан дәл сол ашытқы пайдаланылады. Алайда ұйытқы түрінде. Біздің ойымызша нанды етпен жемеген дұрыс. Бұл ас қорытуды қиындатады. Ал шындығында қиындатпайды. Тағамдарды араластырмай жеу ғылыми тәжірибесі емес. Астың қорытылуы ұйқы безінің ферменттері арқылы жүзеге асады. Ал нанды қорытатын амилаза және етті қорытатын трипсин или липаза ферменттерінің қатар бөлінеді және бір-бірінің жұмысының кедергі келтірмейді. Жаңа піскен наннан бас тартқан жөн. Себебі ол да ауыр қорытылады және ішекте жайсыздықты тудырады. Шындығында жаңа піскен нан ұзағырақ қорытылады. Жаңа піскен нанды көп жеген адамдар ішек бітелуі болған жағдайлары белгілі. Сонымен қатар жаңа піскен нанның рефлюкс асқазан сөлінің өңешке түсуі тудыруы мүмкін. Алайда оның белгілі бір мөлшерде ғана жесе зияны жоқ. Әрине, нанның зияны көп сияқты болып көрінуі мүмкін, алайда оның дұрыс пайдаланудың қажет ететін аспаздық құрал сияқты екендігін түсіну керек. Кез келген тағамның көп жеудің өзі қатері бар. Сондықтан мөлшерімен біліп жеу керек. Ас атасы саналатын нан кез келген үйдің дастарханында міндетті түрде қойылады. Егер оны көп жеудің зияны қандай екенін білсеңіздер, қиындықтарды болмайтыны анық. Ал достар, күнделікті қолданатын нанымыздың пайдасы мен зиянын білген боларсыздар. Алдағы уақытта пайдалы ақпараттар көп болады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісіп, нанды көп жейтін достарыңызға жіберіңіздер. Ақпарат пайдалы болды деп ойлаймын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.